Ақын, Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі, ақпарат саласының үздігі, республикалық дәрежедегі бірнеше мүшайралардың жеңімпазы, Шабыт фестивалінің дипломанты Рақат Қоспармақов ағамыз арамызда. Ағамыз 90 жылдық торқалы тойға Ақшымыраудың Ақбас нары атты арнауын ала келген екен. Ағамызды қошеметпен қарсы алайық ағайын. Ағайын, Ақшымыраудың 90 жылдық торқалы тойы құтты болсын. Осы тойға Ақшымыраудың Ақбас нары деген жырымды шашу етіп алып келіп тұрмын. Бұл өлеңге жебетаңбалы жергілікті халық, яғни қарапайым бұқара жұрт бейнесі Ақшымыраудың Ақбас нары образы ретінде алынады. Яғни Ақшымыраудың Ақбас нарының көз алдында осы өңірдің барлық тарихы өтіп жатады. Қабылдаңыздар. Ақшымыраудың Ақбас нары өткен күннің өлең баяны. Ыңыранып, ыңырсиды кәріғыр, ықылымнан жеткен боздағаны бұл. Қасқыры көкке қарап ұлайтын, қарап тұрсаң бұл даланың бәрі қыр. Кәріғырдан қарауға кеп құлаған, ата жұртта жеменеймен жары жүр. Екі рудың ежелден ақ әні бір, егіз елдің намысы бір, ары бір. Серілері сен тұрда мен атайын, ал ерлері апай төскіл алы бір. Туғаннан ақ тұлпар болып кісінеп, ұясынан уызына жарығыр. Арасында басқа ауылда бар енді, қалың қазақ тайпасының бәрі жүр. Қара тұрым жиделіні мекен қып, қараш дулат қоныс ортақ наны бір. Бұдың жұртты құшағына сыйдырған, бұл өлкенің бұлжымайтын заңы бір. Қара кешу көктемде өткел бермейтін, тас орпаның өз алдына шаңы жыр. Қырық құдық болған дейді өлекте, қызық деген қызығы мол сарығыр. Құты елдің құттарған қонысы, құлпыратын көктем шыға бәрі күн. Ағырпамен етем ұзын кең өріс, бұл мекенге жер жетпейді бәрі бір. Осы жұрттың өткенінің куәсі, Ақшымыраудың нысаналы нары бұл. Маң басқан, шудаларын шаң басқан, айырынген емес ол қосыр көші жалғасқан. Азу түсі алдаспан, айшылық жол жүретігін талмастан. Ақшымыраудың Ақбас нары бұл, төрт аяғын тең басқан. Құмандай мойны иілген, қырандай тұрқы шүйілген. Қоғадай сой ырғалған, көбадай бойы үйілген. Тығыз етті тықыр жүн, табаны жалпақ тарлан боз, адымы алшақ алмасқан. Күндіз оттап, түн жусап, ебейдей төсі салынған, еңіреудей көзі үңілген, ек күнде бір қарны ашқан. Азуында түйеғарының көк түкені шайналып, балағына жантақ біткен жармасқан. Қыдыра шалып, қияттап, жүгірі шауып жүраттап, кіл құлаудан кідірмей, кілтілдеп белі бүгілмей, асудан аттап алғасқан. Тілерсегі добалдай, тізелері шомбалдай, төс табаны беріштей, төбе қиқасы керіштей. Маңдайын жауып кекілі, маң-маң басып мазданған, екі қатар кірпігін еріне ашып қозғалған. Тостағандай көздерін төңкеріп бір қараса, жанарлары жаудырап қабағына жараса. Кекілі шашақ шашылған, керіп бір күші тасынған, кең тастаған адымы кербез қыздай басылған. Кенерелі жүгі бар, кереге бойына асылған. Мұрындығы жетектей, еріні жалпақ етектей. Үстіңгі еріні қосайрық жұлқартысын жасырған, астыңғы еріні айнала азуын қоршай ашылған. Күректісі қаладай, көмпі көркеш баладай, ойқастаса орғылан омырауы даладай. Қос тізесі бүгілген, еріндері түрілген. Қайратына шыдамай қара таста үгілген. Қырық қауға суыңды қылғыта ұрттап сімірген. Қырық баттан жүгартсаң 100 шақырым жүгірген. Желге қарап керілген, ыққа қарап жерінген. Түзде жүріп семірген, тұзға қарап емінген. Шөксе тұрмай орыннан екі басы ерінген.
шөлге қарай жайылып, сорға қарай тебінген. Бораған құмға бой бермей күн жүгіріп түн қатқан, қабағына мұз қатқан, қапталына тер қатқан. Қасқая қарап дауылға, қарыса төтеп жауынға, ботасын туса бошалап, аруана келмес ауылға. Сабау кірпік сарынар, арқасын төсеп ауырға, қарпып сүйіп қашанда баласын басар бауырға. Жынын төгіп қақырмас, шабынып босқа шақырмас, сілекейін түкірмес, сірнесін шашып бақырмас, бет албаты безектеп аттан салып ақырмас. Ту көтелсе тұра алмас, намысты ермен ұрандас, баттан жүгартсаң бақ етіп дыбыс шығармас. Нар баласы жарықтық намыс қой болар шын алмас. Жұртыма жолдас бұрыннан, қырық ордалы қырымнан, түлік төресі түйе деп түз баласы ұғынған, тұмсығын тесіп жетектеп мұрындығы сұғылған, құмалағы қорғасын 40 кісі тайып жығылған. Салсаң көрге жортатын, шапсақ үшін сарқатын, қашық жолға қажымас, қаранар деп жүгартатын, қатебіне қалың бекіткен, ауытын аумай тартатын, жай басарланып жүретін, жан тыныштықты сүйетін, жан таласқан заманда жанықпай өмір сүретін, қисайса да қыңқеттес, кесіп алсаң да біретін, қарайған бұта көрінсе қаршыға да келетін, жұлғанын білмес жарықтық жұтқанын ғана білетін. Артық күші қомында, азық жемі жолында, бүтін жүгі иықта, бүгінгі асы қырында, бүлкөң желетін бүртікті сораң сорында. Bir gayrati bir adam, yer gayrati 1000 adam. 60 gündük açlıkмен 30 gün çölge şıdağan, kıyınga salıp kıynasan 40 günden son kulagan, kuvati bitken gününde kulasa kayta turmagan, ak botasından ayrılsa adamdan beter jılagan. Kendir menen baylanbay, jıngıl menen aydalmay, kiyeli tülük kerbezim keng dalaga koyganday. Kerilgen jalpak karının kem tüspeydi karımın, kergen arkan düzötün kelip bir soqsa arının, kemesinde dalanın kerile yüzgen alıbım, keltirgendey kulakka keşegi zaman sarının. Kulzum menen kurdum aral arası, kosulup bir jatkan zaman şaması. Munar taular kalgan muhit orunda tartılgan son daryanın sagası. Sol tarihka erkimning var talası, va bunun babasının babası. Kerven tartkan ana vatan zamanda atalarga bolgan eken kalaşı. Osunardın avleti göz aldında öttü talay өлкенің sandanası. Ne bir jaynak jakсы menen jaysanның көз алдында үйілді ғой көбасы. Sormen baktı katar artkan komuna, sodan beri atam eken anası. Boz juksandı bozaşının tübегі buyurgundu Mangıstaudың dalası. Biledik ol biraz tarih deregin, kulağına kuyup algan keregin. Osunardın ake baba avleti көз алдында öttü barlık könegin. Osul könün tau men tasın oyğırın, jatka biler jabıkkanda keygünün. Körmegenin atasından estigen, anası aytıp bergen oğan keybirin. Talay kepti solardan ol suragan, köştü gördü, alpsıydı kuragan. Şotan batır biyajibay bastagan, görmeli men manatıdan kulagan. Şejiresin şertip gündün keşege, eski zaman samalı gebesedi. Kos nazarın koca nazar, sanazar, osu köşpen birge gelgen desedi. Arka jarka körüp sonda geldi gel, arkasına artıp jügün yerdi bul. Kara töbe mestekке kep tuğ çıkkan kalın eldin kuvanışın gördü bul. Ata kozu bastak gelgen dankılı, algaşkı köş bar kuvatın sarkıda. Katarında Kocan Bettey Palvan, Labak Batır Almas Kılıç Jarkılı. Kenje Gunay, Yespılay men Asan Bey, Seyit Bey'nin davsı kuday sankıda. Devlet arı davkaran men Üsön bar, Tanrı bergen, Tanrı'nın tartuğa. Muzdan ötüp temir tapkan baytakmen kelgen göçtü tasarrufatı barkılı. Kördü talay, Han men Bey'nin tepkinin, Matcan Bey'dey kızıl tildin ötkürün. Muzgurgunun jaralangan mıngısı, Oljaşı da Kulubek'tin öttünün, kan maydanda nayzasından ayrılgan, Karatoka Abilgazı Kekkünün, udan beri kança zaman cüzauda, kara davul kar жаңбырын töktügün, kördü bunlar itemgeninin karasın, tabıldı men kulbarakтай şoktugün, suyun kara sürgündörü şanımen, yer dosanının davulunun yekbünün, kaslökşe kakarlanıp şabatın, hayran babam yerdin sonu bulatın, Sarorusты şançıganda şıngırtıp kara жерге kızılganı tamatın. Kangan alıp nayzasının şaşağın kayratından serpiletin karatın.
Ал енді бір батырлары адайдың арыстанның аузындағын алатын, енді бірі ат үстінен найзамен құмалақты жармай шаншып алатын, Қазыбек пен Төкештердің қайраты атқа мінсе былағайды салатын. Көрді талай қашқан жауды қайратын, аршыланды жесірмен мал айратын. Алғи батыр арыстандай айбатын, ерді ханның дүлей күшін қайратын. Бойқұт өлге бұздай әскер тигенін, найза ұшында нақақ жандар күйгенін. Кеткен кекті қайтарам деп керменіп, кескектерлер кебенегін кигенін. Құдықшының қолы тиген кезінде, боздаланың бозмаядай игенін. Ат шулы Абажан мен Құлшарды, қараш қазған Бенеубайдың сүйменін. Көрді бәрін қолдағы, көрген сайын көз ұясы аунады. Абылжырдың ақшабылттай аруағын, Аралбайжыр қорғасындай салмағын. Көрді ақтангер Абылсынды ақынды, Досансынды дулығалы батырды. Ерменбеттей айыр көмей айтқырды, Түйтесінді түпсіз терең ақунды. Ақботада бүркіт ата кеменін, Кенжегі көз әулиенің тереңін. Қаралдадай қаранарды көрді бұл, Марқабайдай маңғазыңның өлерін. Естіді бұл талайлардың дабысын, атта қонған қатын бала қам үшін. Сарғыл сейіс саратының шабысын, Шолтаманның шоқты қастақ дауысын. Көрді талай не бір дүрлер өлгенін, жұрты жоқтап жылай көнгенін. Қойбас болып қозғаған халқының шемен болып қатып қалған шерлерін. Ана бір жыл ақ пен қызыл айқасып, ақыр түбі большевиктер жеңгенін. Тобаниязды хан көтерген жиында Жангелдиннің жасағының келгенін. Анау қоныс жер жаннаты жиделі, өткен талай үстінен көш күймелі. Бұл жүрменде осынардың бабасы талай көш көргенді сүйреді. Тас орпанау тәңір берген ұйық бұл, ақ орпада аруанадай иіп тұр. 10 шындық 20 құдық құт мекен, құтынынген қонысына сыйып тұр. 50 құдық ұзын деген мекенде, 9 аршын 70 құдық етемде, 13 аршын 30 құдық қызықта, 400 құдық қазылған жер екенді. Құдықтар көп кең төсінде қазылған, әйкеліне шежіресі жазылған. Қара кешу қайдақ соры жалғасы 50-60 шақырымға созылған. Құдығымен құлпытас елдесінде, тарихыңды білгін келсе өшірме. Қарт Каспийдің солтүстігі қалың сор, Ақшығана қаралы бар төсінде. Оқшырайып жалбасында олжа тұр, жиделіге бара жатқан жолда тұр. Ожыратан шалдар жатқан тұрымда, Жәлімбеттен Жантай батыр ол жатыр. Қаратөбе қасиетті қауымы, кеше өткен кемеңгерлер дәуірі. Қоныс болған небір баймен бағланға қол бұлғайды қоштай сақи ауылы. Есеттіде жатыр небір ерлерім, жығалмаған замананың дауылы. Қызан деген қыдыр қонған құт мекен, тарқамаған торқалы той сауығы. Қарылық бұл қасиеттің дарасы, Ноғайлының дәуірінің шамасы. Қорыққанды қолтығынан демеген, әлі күнге әулиелік ағашы. Тарыққанға таяныш боп түнеген, сүрінгенге сүйеу болған моласы. Қайта шапқан қалың қалмақты, орақпенен Мамай батыр анасы. Бұл үлекте тереңдегі үн жатыр, жатыр кілең барғасқалар кіл батыр. Екі тайпа елгеден қышашылған, Ерменбетте ел білетін дүр жатыр. Мәтәулие елдің қамын жейтұғын, емшілікпен өткізетін кей күнін. Ауылыңа мәті келді дегенше, аурудың сәті келді дейтұғын. Мәті десе бұқыладай біледі, өлілгенше ел деп соққан жүрегі. Емелбеттің ерперзенті атанған арғы тегі, Нәдір шақтың үледі. Көккөз ақын, қарапайым күн кешкен, бұлайғы жұрт қасиетін білместен. Өмір бойы иман нұрын шашыпты, өлілердің әруағымен тілдескен. Бұл өңірде құпия көп не түрлі, не бір дүрлер, не заңғарлар өтулі. Қарабарақты әулиесі қашанғы қара жұрттың қарауылы секілді. Әдегенде қарауытар қабартып, опасыз бұл жалған дойға оралтып. Жарықтығай бір түнесең басына, жан дүниеңді жібереді ағартып. Тағы да бір әулиесі молдағын, емшілігі ерекше екен ол да бір. Қасиеті қатар түскен, бәріне шипа болып, адамға да малға кіл. Сынықшының пірі болған мінгісі, ол туралы келер жұрттың білгісі. Пірбекеттің аянымен туған ол айрықша бір қасиеттің үлгісі. Одан туған ұрпақтар Нарылан ата баба,
әруағын қорған, Құлшар бітім Қызылбай мен Жауғашты өтеулерді кең Маңғыстау таныған, ақ жігітті көрмей сынық салатын 100 жасында жаңылмаған жолынан, қасиеті жетірпағы түгелі жиені мен жиеншарға дарыған. Әңгімені қозғар болсаң әріден, 90 жаста жаңылмаған жадымен, асқан емсек көріпкенің бар меді алдардағы дәрмен ұлы мәдіден. Құдай өзі мұғжижасын құйғанда, құдіреті кең кеудеге сыйған ба, алған соңғы тужығардың кәдесін, жұмасаттан асқан әділ бейбар ма? Содан қалған қара сөздің жүйесі, қази сейіс қас жүйріктің киесі, 40 қоймен бір ат беріп алдырған ат шулы бәйгі жирен иесі. Оза шауып небір жүйрік тайыңнан, 15 жылдай бәйгі бермей ойыңнан, иесі өліп ас су ішпей жиренет бас сүйегі бейітіне қойылған. Байдалының орағындай нар өтті, бала соның тілеу берген зор өтті. Қамыққанда қайран біздің бабалар, қамауды өлген Қарасайдың зар өтті. Жан төзгісіз абақтыда азаппен, жаман бала күміспектей жан өтті. Иманұлы Шүрен өлді түрмеде, ер жарасқа салды жаулар әлекті. Түрмеде оның түгелтісін сындырып, 7 жылда жеткен елге еректі. Сүттібайдың Әлібайы ол кетті, талай дорыс аузы мұрын қан етті. Арыстарды итжеккенге айдады, демегеннің әзіз басын доп етті. Шабайылы сүгір өтті сүңгілі, шандоздарым атой күрең сап өтті. Қоштайылы Бекқожадай балуан, қара жігіт қарт қожақтар тақ өтті. Қалнияз мен Қарашолақ бай өтті, пірім тұрым қара күштің қап өтті. Сүйін өтті жауын жерге тимеген, қарап тұрсаң бұ дүниеден бәрі өтті. Сәдуақастың Сүлеймені ол өтті, Дариядай білім оның еректі. Нұрнияздай Ақуныңның шақырты, оқығаны тоқығаны бөлекті. Түрме көріп түрікмен асып елауды, мұндайдарын отанына керекті. Арманды өлді ата жұртты аңсаумен бұл өлкеде бұндай тарлан көп өтті. Сарғожалы туңғыш өтті желбіреп, кеңес келді енді Құдай берді деп. Маңғыстауда туған тұңғыш қаламгер жазғандары жанды баурар мөлдіреп. Қарағанды Қызылжар мен Ақтөбе, Қарқаралы газетінде соңғы рет, жүргенінде айдалды да атылды, Майлинменен байланыста болды деп. Халық жауы жаласында ілдерге, қасіретпен қараймыз сол күндерге. Ерген құлдай ел сыйлаған ұстаздың салған жолы сайрап жатыр бұл жерде. Ата баба әруағымен сырласқан, білімімен қасиеті жымдасқан, алғырлығы аңыз болған артына естөренің емшілігі бір дастан. Ар жағында аталардан берілген, өмір жолы ғылымменен өрілген. Самалықтай Сарабидің сарқыты берекетті ғалым өтті өмірден. Бұл ауылды ойменен қыр біледі, Ақшымырау қара ойымның жүрегі. Тілші ғалым Тілепінің жұматы осы ауылдан түлеп шыққан ұлы еді. Көрді бұлар екі дүние есігін, елдің қалай тербеткенін бесігін. Қасиетті Қаратөбе басында кеңестеген өкіметтің кесімін. Тосан тартқан құлағымен естіді тұрымдағы мектептің де шешімін. Естеректей шәкірті бар ел сүйген, Ерқаламан Мыңбай ұстаз есімін. Қарап тұрсаң тарих деген осы екен, қариялар осы өңірдің есі екен. Самалықтың төралысы салғаныз қарт ұстазым қалауылы көші екен. Талайлардың еңбегімен даңқозды, көрді бұлар небір түрін жампоздың. Игібайып, Жолдыбай боп басқарма жаңадың боп құрылған колхоздың. Жас колхоздан жастар шығып жалынды, атақпен даңқ ауылыма ағылды. Еңбекшінің ер қайраты еңбегі омырауына орден болып тағылды. Ақшымыраудың аты шығып алғашқы, шың басына шырақ болып жағылды. Ләтіп Оспан, Бөберек пен Сәбиттер маңдайалды малшы болып танылды. Алдың өткен аталардың жалғасы, ақтарылған Ағдарияның арнасы. Оза шапты Көңбай Мұқан Қарасай, орден тақты Қыдырбектің молдасы. Мың адамды ерталады бір кісі, топ ішінде қылаңсынды төртісі. Ерлер өтті төрт бөлінген ұйқысы, Түзелбайдың жұбатыры Түгеші Қалыңбайып Кемел жедел жылқышы. Аламыз деп қол жетпейтін асқарды, білімшіңін игеруде басталды. Ең алғашқы мектепті ашып Бекдәулет Еділханның Бекқожасы басқарды. Талай боздақ дүниеден өткенді, талай бейбақ көздің жасын төккенді.
Ақшымыраудың 90 жылдық тарихы 90 тарау шежірелі болып келді. Оған куә ой толғатқан осынар, көрді қанша қыс пен жаз көктемді. Сорғалатқан, сойдақтаған із қалды, соның бәрін көз алдынан өткерді. Бота көзден жылжып аққан жырасы, боз далаға ұқсайды оның жыласы. Бұрынғы өткен шалдарымның қол жайып тілегіне ұқсайды оның дұғасы. Көре-көре көнбіс болып кеткенден басқа ешқандай жоқ секілді кінәсі. Бағзы заман шертетіндей баянын бабалардың бар қалдырған мұрасы. Көнегіндер көз алдында өтті оның жанарлары жарық дүние тұмасы. 360 әулиелі мекеннің 300 жылдық тарихының куәсі. Алдында асқақ шіренген шәр қалалар, артында пәс аласа жал дала бар. Оң жағында ойға батқан шерғала, сол жағында көне мұңға батқан молалар. Көкірегінде көне заман қайғысы, жарты жүрек жан дүниесі жарадар. Боз даланың күллі шерін көтеріп, боздаған кім ұғынып саралар. Бозашының бар тарихын арқалап, әр қадамы бір белеске барабар. Алты қырдан асып әне баратыр, айналайын Ақшымыраулық қаранар. Бәрекелді. Рахат Қосырмақов ағамызды ортада қалдырамыз.